Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз буға піскен голубцы дайындаймыз. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен фаршымызға үкіштен өткізілген сәбіз бен пиязымызды және суға шала піскен күрішімізді салып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Мантабаркамыздың астыңғы табағына майымызды қыздырып, пияз, сәбіз, қызанақ, картоп, томат пастасын қосып, жақсылап қуырып аламыз. Және өзіңіздің үйіңізге жететіндей қылып суын құйып қайнатамыз. Суы қайнап жатқанда жаңағы дайындаған салмамызды болгар бұрышына салып шығамыз. Және қайнап жатқан сорпаның үстіне мантабарканың листына салып 35-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Бұл әдіспен пісірсеңіздер, голубцыларыңыз езілмей, өте дәмді болып шығады. Және сорпамен де, сорпасыз да ұсынсаңыздар болады. Ас болсын, жасап көріңіз.